Тұрмысқа шықпаған ақылына көркі сай, өте бір сұлу қыз медреседе білім береді. Бір күні әріптестері одан не үшін осындай сұлу, тәрбиелі бола тұра тұрмыс құрмай жүргенін сұрайды. Жауап ретінде ұстаз қыз мына оқиғаны баяндайды. Баяғыда бір елдің 5 қызы болған екен. Әйелі 6-шысына аяғы ауыр кезде күйеуі, осыдан тағы да қыз туатын болсаң көзін құртамын дейді. Алланың ісі, әйел тағы да қыз босанады. Күйеуі қызды алып таң намазында мешіттің есік алдына қойып кетеді. Күн бата құптан намаздан соң қараса қызды ешкім алмаған. Амал жоқ қайта алып келеді. Бұл осылай бір аптаға жалғасады, нәтиже болмаған соң өздерінде қалдырады. Жылдар өтіп әйелі ұл босанады. Бірақ ұл келген соң ұзамай үлкен қызы қайтыс болады. Артынша тағы 4 ұл босанып, әр ұлы туған сайын бір қызы өмірден өтіп отырады. Тек 6-шы кенже қызы ғана тірі қалады. Сол 6-шы қыз мына мен едім. Ал менің тұрмысқа шықпай жүргенім, үйде жалғыз қалған қарт кеме қарап, қамқор болып жүргенім. Өзімнен кейінгі 5 бауырымның үй жайы бөлек, 1-2 айда бір хабар алып тұрады. Ал кем байғұс күнде жұмыстан келгенімді күтіп қызым, еркектен еркек туады деуші еді, жалған екен. Нағыз еркектен қыз туады екен дейді, телміре терезеге қарап.